жаңалықтары сіздермен бірге мен, мектеп президенті Нағашыбай Назар. 2021 жылы 38 қыркүйекте еліміздің барлық аумақтарында World Clean Up Day 2021 бірге таза Қазақстан бүкіл әлемдік акциясы өткізілді. Аталған акция жобасы аясында номер 85 орта мектебінің жастарынан құралған еріктілер клубы және мектеп қызметкерлері қатысып, өз үлестерін қосты. Мектебімізде Қызылорда облысының білім басқармасы мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің хатын басшылыққа ала отырып, электр тоғының қауіптілігі тақырыбында бастауыш сыныптарда тәрбие сағаттары өткізіліп, оқушыларға электр тоғының қаншалықты қауіптілігі туралы түсіндірме жұмыстары жасалынды. Білім жетістіктерін бағалаудың халықаралық қауымдастығы арқылы жүзеге асырылатын халықаралық зерттеу. Осыған орай Төретам кенті номер 85 орта мектебінде 5 сынып оқушылары арасында пирсқа сынама дайындық болды. Оқушылардың зерттеу жұмысына сынама дайындаған зерттеу мақсатында мектебіміздің психологы Орынбасарова Айдана апай оқушыларға кеңес беріп тренинг жұмысын жүргізді. Тренинг барысында оқушылар өз мақсатына жету үшін не істеу керек, ішкі әрекет жоспарын қалай қалыптастыруға болады деген сұрақтарға жауап алды. Тренинг соңында оқушылар бойындағы қорқыныштан арылып, өздеріне деген сенімділіктерін орнатты. Жұмысқа жақсы белсенділікпен қатысты. 24 қыркүйек күні мектептің кішкентай бүлдіршіндеріне арналған тілашар тойы өткізілді. Мақсаты алғаш мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерді білім алуға, оқуға шақыру. Ұлттық дәстүр тілашар тойы арқылы оқуға ынтасын арттыру, мектепке деген сүйіспеншілігін ояту, қоршаған дүниені танып білуге жетелеу, сахна мәдениетіне тәрбиелеу. Және тоқтаңыз басып кету қаупі бар акциясы өткізілуіне байланысты 22 қыркүйек күні Төретам кентінің полиция аға сержанты Тоқманбетов және полиция сержанты Қошқарбаев мектеп оқушыларымен кездесіп, оларға акцияның мақсаттары туралы түсіндірді. 24 қыркүйек күні мектептің кішкентай бүлдіршіндеріне арналған тілашар тойы өткізілді. Мақсаты алғаш мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерді білім алуға, оқуға шақыру. Ұлттық дәстүр тілашар тойы арқылы оқуға ынтасын арттыру, мектепке деген сүйіспеншілігін ояту, қоршаған дүниені танып білуге жетелеу, сахна мәдениетіне тәрбиелеу. Іс-шара барысында оқушылардың аз ғана уақыт ішінде алған білімдері сыналды, әдеби монтаж оқылып, би биленіп, көрініс қойылды. Оқушылардың мектеп тәртібіне төселгені байқалды, өте жақсы деңгейде өткізілді. Ұйымдастырушы Оспанова Гүлшайым, Төрежан Гүлдана, Оразбаева Бейбіт апайлар. Осымен бүгінгі эфир аяқталды. Қош сау болыңыздар.